Бірінші хадис. Әйел кісілердің ең қайырлысы. Айша анамыздан Алла оған разы болсын риуаят етілген хадисте пайғамбарымыз оған Алланың игілігі мен сәлем болсын былай дейді: үмбетімнің әйелдерінің ішіндегі ең жақсысы бет-әлпеті әдемі, әрі махрлары аз болғандары. Махр шариғат қағидасы бойынша әр кісінің болашақ жарына неке қияр сәтте беретін, әлде беремін деп уәделейтін, әрі неке қиюдың дұрыс болу шарттарының бірі болып саналатын ақы. Махр тұрмысқа шыққалы отырған әйелдің өзіне ғана тиісті. Басқаша айтқанда, бұл ер кісінің әйелге берер сый-сияпаты десе де болады. Махрдың көптігіне шек қойылмайды, бірақ ең азы ер кісінің шамасы жететін қандай да бір нәрсе болуы керек. Хазіреті пайғамбар оған Алланың игілігімен сәлем болсын, махрдың абзалы аз болғандығы деген. Бұл хадистен тұрмысқа шыққалы отырған бойжеткеннің махр маған берілетін сый-сияпат, не сұрасам да өз еркімде деп болашақ күйеуін қиын жағдайға салып қоюы ынсапқа жатпайтынын аңғарамыз. Сондай-ақ некелескеннен кейін де сіз маған сыйлық алып берем деп уәде бергенсіз, ендеше алып беріңіз деп ер кісінің мазасын ала бермей, есіктен кіргенде жылы жүзбен қарсы алып, оның қас-қабағына қарап, отбасында ынтымақ бірлік құруға шақырады. Міне осындай ынтымақ бірліктің ұйытқысы болып отырған әйел мұсылман үмбетінің ең қайырлы әйелі деуге болады. Хазіреті пайғамбарымыздың осы тақырыпқа қатысты басқа бір хадис шәріпінде бойжеткен қыздың махры мен құрсағының жеңіл болуы оның берекелі әйел екендігінен ишарат етеді. Яғни махры аз және үйленгеннен кейін тез құрсақ көтеріп көп бала табатын әйел берекелі әйел екендігін дәлелдеді. Бұл хадисті пайғамбарымыздан Айша анамыз риуаят еткен.